Сәлеметсіңдер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Smiles 4-ші сыныптың People's Book'тың 74-75 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Менің сабақтарым ұнап жатса, каналыма подписаться ет және өзінің сыныптастарыңмен бөліс. Exercise 16. Look, choose and write, then listen and check. Мына сөздерді мына бос орындарға қойып шығуымыз қажет. Ең алдымен жаңа сөздермен танысып алайық. New words. Flood, су тасқыны, storm, дауыл, thunder and lightning, күн күркіреуі және найзағай, avalanche, көшкін, tornado, құйын немесе торнадо деп айтамыз, және hail. Енді осы сөздерді мына сызықтарға қойып шығуымыз қажет. Бірінші бізде найзағай, thunder and lightning деп жазылып тұр. B нұсқасы бізде avalanche, C нұсқасы бізде storm, D нұсқасы flood, су тасқыны, E бұршақ, hail, және F торнадо, құйын. Міне балалар, сендерге жазып дайындап қойдым. Осы ретімен жазып, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Exercise 17. Match the short dialogues to some of the words in exercise 16. Мына мәтіндерге қарап, жаңаға 16-шы тапсырмадағы суреттермен сәйкестендіріп, әрпін жазуымыз керек екен нұсқасын. A нұсқасын жазыпты. What was that light and noise? Don't worry dear, go back to sleep. Не қылған жарық болды және шу болды деп сұрапты. Ешқандай уайымдама қымбаттым, ұйықтай бер депті. Бұл бізде найзағай деп белгілепті. A нұсқасы. We couldn't get out of the house. Why not? There was water everywhere. Біз сыртқа шыға алмаймыз. Неге? Өйткені барлық жер су. Бұл жерде біз D нұсқасын қойдық. Ол бізде flood, су тасқыны. What did you see? I saw a big ball of snow rolling down the mountain. Сен не көрдің? Мен таудан төмен түсіп келе жатқан үлкен қарлы допты көрдім дейді, avalanche. Және and then what happened? Small balls of ice fell from the sky. Сосын не көрдің, не болды деп сұрайды. Аспаннан кішкентай мұздар жауды дейді. Мұз болғанда кішкентай мұз доптар деп алған екен. Бұл жерде бізде hail, бұршақ, E нұсқасы. Келесі. Study spots. Can модальді етістігі сұраулы сөйлемде қалай қолданылады? Can модальді етістігі зат есімдер, есімдіктердің алдында тұрады. Can you open the window, please? Сен терезені аша аласың ба? It's hot in here. Бұл жер ыстық. Can I use your phone? Мен сенің телефоныңды қолдансам болады ма? Yes, you can. No, you can't. Егерде қолдана бер деп айтатын болсаң, yes, you can деп айтасың. Егерде қолдана болмайды десең, no, you can't деп жауап береді екенсің. Естерінен шығармаңдар, can модальді етістігін өзіңнің қабілетің туралы айтқанда және бір нәрседен рұқсат сұраған уақытта қолданамыз. Exercise 18. Make sentences. Сөйлемдер жаса. Can we stay at your house? Сенің үйіңде қалсақ болады ма? Our house is full of water after the flood. Сенің үйінде қалсақ бола ма дейді. Біздің үйіміз су тасқыннан кейін суға толып кетті деп жауап беріпті. Екінші сөйлем. Can you send for me an email, please? Сен маған электронды хабарлап жібересің бе дейді. We haven't got electricity at home after the tornado. Торнадодан кейін біздің үйімізде жарық жоқ деп жауап беріпті. Үшінші сұрақ. Can you close all the windows, please? Сен барлық терезені жаба аласың ба? Өтініш деп сұраған екен. I'm afraid of thunder and lightning. Thunder and lightning. Мен найзағайдан, жарықтан қорқамын деп жауап беріпті. Қорқып отырмын. Төртінші сөйлем. Can we leave early?
Біз ерте қайтып кетсек болады ма? There is a storm coming. Мұнда шторм, торнадо келе жатыр деп жауап беріпті. Exercise 19. Complete and act out. Аяқта дейді. Can I go skiing at the weekend, Dad? No, you can't. There was an avalanche in that area this morning. Егерде күліп тұрған смайлик болса, yes, you can деп жауап береміз. Ал егерде осындай күліп тұрса, жағымсыз болып жақтырмай, ол no, you can't деп жауап береміз. Miss, can I leave early? Yes, you can. But only if the rain stops. Мен кете берсем болады ма? Ертерек дейді. Иә, болады. Бірақ жауын тоқтағаннан кейін ғана. Mom, can I go out tonight? No, you can't. It's snowing. The roads are dangerous. Мен түнде шықсам болады ма, мама деп сұрайды. Мамасы жауап береді. No, you can't. Жоқ, болмайды. Қар жауып тұр. Жолдың барлығы қауіпті. Can I stay in the tree house? No, you can't. There is thunder and lightning outside. Мен ағаш үйге барсам болады ма деп сұрайды. Қалсам болады ма? Жоқ, болмайды. Найзағаймен күн күркіреп тұр деп жауап береді екен. Exercise 20. What does the teacher have the children do when there is a fire drill? Listen a number, then say it. Бұл жерде тыңдам тапсырмасы екен. Мұғалім оқушыларға не істеу керектігін айтып жатыр, өрт болған жағдайда. The teacher has the children walk to the main door. She has the children walk outside in a line. The teacher has the children go to the meeting point. She has the children wait quietly деп жауап берген екен. Яғни мына жерде мен сендерге тыңдауым тапсырмасын таңдап, мәтінді жазып, дайындап қойдым. Осылайынан мысалы келтірген ғой бір сөйлемге. Солайынан жаңағы жазып шығасыңдар, сосын мына жерге ретін қою керек. Бірінші main door, екінші сөйлем outside, мына жерге 2 дегенді қоямыз, Үшінші бізде the teacher has the children go to the meeting point. Meeting point мына жерге 3 деген жазасыңдар. Және ең соңғы wait quietly дегенге 4 дегенді жазасыңдар. Болмаса осы ретпенен мына жерге жазып алсаңдар да болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бұл тақырып weather, ауа райы тақырыбына байланысты сөздер болатын, тақырып болатын. Жаңа сөздерді жазып, жаттап алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.